Сәлем достар, біз сіздермен алдыңғы сабақта екі айнымасы бар сызықтық теңдеулер жүйесін қосу тәсілімен шешуді қарастырамыз. Бүгін сол тақырыпқа есептер шығарайық. Бізге берілген теңдеулер жүйесінің шешімін анықтауымыз қажет. Бірінші теңдеуіміз 2х минус 5y тең болсын 1-ге. Ал екінші теңдеуіміз 6х алынған 15y тең болсын 3-ге. Ол үшін берілген теңдеулердің айнымалылардың коэффициенттері әртүрлі. Яғни біз оны бірдей коэффициентке келтіруіміз керек. Ол үшін x-тің коэффициенттерін 2 мен 6-ға назар аударамыз. Бірінші теңдеудің барлығын екінші теңдеудегі x-тің коэффициенті 6-ға көбейтеміз. Ал екінші теңдеудегі x-тің коэффициенті 6 болғандықтан, бірінші теңдеудің x-тің коэффициенті 2-ге көбейтеміз. Бірақ біз қосу тәсілімен шығарғандықтан, минус 2-ге көбейтсек, қосу тәсілін қолдана аламыз. Сонда көбейтсек, 2х-ті 6-ға көбейтсек, 12х минус 30y тең болады 6-ға. Екінші теңдеуде минус 12х қосылған 30y тең болады минус 6-ға. Енді x-тің коэффициенттері қарама-қарсы. Қосамыз. 12х-ке қоссақ минус 12х-ті 0 көбейту x болады. Минус 30y-ке қоссақ 30y-ті ол да қосылған 0 көбейту y. Тең 6-ны қоссақ минус 6-ға 0. Бұл дегеніміз берілген екі теңдеу бір-бірімен азайтқан кезде x-тің де y-тің де орнына кез келген санды қойып 0-ге көбейтсек бәрібір 0-ге тең деген сөз. Бұндай теңдеулер жүйесінің шешімі шексіз көп болады. Яғни шешімі шексіз көп. Шексіз көп. Келесі енді екінші теңдеулер жүйесін қарастырайық. Бұл бізде бірінші болған. Екіншісін. Берілгені 5х алынған 3y тең болсын 1-ге. Екінші теңдеуіміз минус 5х қосылған 3y тең болсын 8-ге. Осы теңдеулер жүйесінде x-тің коэффициентіне назар аударсақ, қарама-қарсы сандар. Олай болса бірден қосу тәсілін қойып шығарамыз. Сонда 5х-ке қоссақ минус 5х-ті 0х, яғни x-тің коэффициенті 0 деген сөз. Минус 3y-ке қосамыз плюс 3y-ті. Бұл жерде де y-тің коэффициенті 0 деген сөз. Тең, енді 1-ге қоссақ 8-ді 9. Бұл жерде қарасақ x-тің орнына және y-тің орнына қандай кез келген санды қойып, оларды 0-ге көбейтіп қосындысы ешқашан 9 санына тең бола алмайды. Олай болса, бұл теңдеулер жүйесінің шешімі жоқ. Яғни қысқаша шешімі жоқ деп көрсетуге болады. Келесі енді үшінші бір мәтін есепті қарастырайық. Кез келген екі санның арифметикалық ортасы 19-ға тең, ал олардың айырмасы 4-ге тең. Олай болса, теңдеулер жүйесін құрып, осы екі санды табуымыз қажет. Олай болса, бізде бірінші санды біз x деп алайық, екінші санды y деп алайық. Айнымалы енгіздік. Осы екі санның арифметикалық ортасы дегеніміз x пен y-ті қосып 2-ге бөлген кездегі мәні 19-ға тең. Ал осы сандардың айырымы деген сөзіміз x-тен y-ті азайтсақ, айырымы 4-ге тең. Осы белгісіз x пен y сандарын табуымыз қажет. Ол үшін мына берілген бірінші теңдеудегі бөлшектің бөліміндегі 2-ден құтылуымыз керек. Ол үшін пропорция негізгі қасиеті бойынша 2 мен 19-ті көбейтсек жеткілікті. Сонда бірінші теңдеуіміз x қосылған y тең болады 19 2-ге көбейтсек 38. Екінші теңдеуіміз өзгеріссіз x минус y тең болады 4-ге. Бұл жерде x-тің коэффициенттеріне назар аударсақ, олар бірдей. Ал y-тің коэффициенттері таңбалары қарама-қарсы. Біреуінде y-тің коэффициенті 1 болса, екінші теңдеуде y-тің коэффициенті минус 1. Онда бірден қосу тәсілін қолданамыз. X-ке қоссақ x-ті коэффициенттері 1-ге тең, яғни 2x. Y-ке қосамыз минус y-ті, y-тер жойылады, тең болады
38-ге қосамыз 4-ті тең болады 42. Осыдан біз x-тің мәнін табамыз. 42-ні 2-ге бөлсек 21. Енді бізге екінші y-тің мәнін табу керек. Ол үшін берілген теңдеулер жүйесін кез келген біреуіне қоямыз. Бірінші теңдеуге қойсақ, 21 қосылған y тең болады 38. Сонда y-тің мәні 38 алынған 21, y тең болады 17-ге. Олай болса, ізделінді екі санымыз бірі 21-ге, екіншісі 17-ге тең деген сөз. Теңдеулер жүйесінің шешімі x 21, y 17-ге тең. Келесі төртінші есепті қарастырайық. Төртінші есепте бізде мәтін есеп берілген. Есептің шарты бойынша теплоход өзен ағысымен 2 сағат жүріп 50 км қашықтыққа барады. Ал ағысқа қарсы жүріп 3 сағат жүріп, ол ағыспен жүрген жылдамдықтан 10 км артық жүреді. Табу керек теплоходтың жылдамдығын және ағыстың жылдамдығын. Олай болса, суретін салып түсінікті қылып көрсетейік. Өзен ағысымен теплоход жүреді. Бұл жерде уақыт 2 сағат, ағыспен жүргендегі қашықтығы 50 км. Ал екінші бағытқа, қарама-қарсы бағытқа жүрген кездегі уақыты, Т уақыты 3 сағат, ал жүрген ара қашықтығы, ол ағыспен жүрген ара қашықтықтан 10 км артық жүреді. Яғни S тең 50-ге қоссақ 10-ды, ол 60 км жол жүреді деген сөз. Ағысқа қарама-қарсы. Енді бізде белгісіз теплоходтың меншікті жылдамдығы және ағыстың жылдамдығы. Осы екі ағыс жылдамдығы мен меншікті жылдамдығын табуымыз қажет. Алдымен екі айнымалысы бар теңдеулер жүйесін құрайық. Бізге меншікті жылдамдықты өзімізге белгілі x айнымалысына теңестірсек, ал ағыс жылдамдығын y айнымалысымен теңестіріп айнымалы енгізейік. Олай болса, алдымен ағыспен жүргенді қарастырсақ, бізде барлығы ағыспен жүргендегі уақыттың формуласы S-ті бөлеміз жылдамдыққа. Ал ағыспен жүргендіктен меншікті жылдамдығына ағыс жылдамдығы қосылады. Олай болса, формуланы еске түсірейік. Ағыспен жүргенде меншікті жылдамдығына ағыс жылдамдығы қосылады. Олай болса, ағыспен жүрген уақытты тауып көрейік. Сонда Т тең S-ті бөлеміз меншікті жылдамдығына қосамыз ағыс жылдамдығын. Ал бізде S-тің, яғни ара қашықтығы 50 км екені белгілі. Меншікті жылдамдығын біз x пен, ағыс жылдамдығын y пен алмастырсақ, бізде бірінші теңдеуімізді аламыз. Сонда 50-ді бөлеміз x пен y-тің қосындысына теңестіреміз 2 сағатқа. Ал енді ағысқа қарсы жүрген ара қашықтығы бізде 60, уақыты 2 сағат. Олай болса, ағыспен қарсы жүргендегі уақытымыз S пен V. Яғни бұл жерде V ағысқа қарсы жылдамдықта меншікті жылдамдығынан ағыс жылдамдығын азайтамыз. Сонда формуласын қойсақ, ағысқа қарсы жүрген уақытымыз S қашықтықтан меншікті жылдамдықтан ағыс жылдамдығын азайтамыз. Сонда оның теңдеуіміз бізде ағысқа қарсы 60 км-ді бөлеміз меншікті жылдамдығынан ағыс жылдамдығын азайтып теңестіреміз. Барлық кеткен уақыт 3 сағатта. Олай болса, теңдеулер жүйесін жазатын болсақ, бізде бірінші теңдеуіміз 50 бөлінген x пен y-тің қосындысы тең болады 2-ге. Екінші теңдеуде 60 бөлімде x минус y тең болады 3-ге. Яғни екі айнымалысы бар теңдеулер жүйесін құрдық. Енді бұл жерде пропорцияның қасиеті бойынша x плюс y бөлшектің бөлімдегін 2-ге көбейтсек жеткілікті. Сонда бірінші теңдеуіміз 2x қосылған y тең болады 50-ге. Екінші теңдеуде 3-ті x минус y-ге көбейтіп, осы көбейтіндіні 60-ға теңестірсек,
берілген теңдеулер жүйесіне мәндес теңдеулер жүйесін аламыз. Енді бұл жердегі бірінші теңдеудегі x плюс y-тің қосындысын қалдырып, 50-ді 2-ге бөлсек, онда бізде x қосылған y тең болады 25. Екінші теңдеуде x минус y тең болады 60-ты 3-ке бөлсек 20. Бізге табу керек екі санның қосындысы 25, ал олардың айырмасы 20-ға тең болатын x пен y-тің мәнін табу қажет. Бұл жерде x-тің коэффициенттері бірдей, ал y-тің коэффициенттері қарама-қарсы. Олай болса, бірден қосу таңба мүшелеп қосамыз. X-ке қосамыз x-ті 2x, y-ке қосамыз минус y-ті 0, тең 25-ке қосамыз 20-ны 45. Осыдан x-ті табатын болса, 45-ті 2-ке бөлсек, 22,5-ке тең. Енді бізге керек y-тің мәні. Берілген теңдеудің кез келген біреуіне қойсақ, x-тің орнына 22,5 қосылған y тең болады 25-ке. Олай болса, y тең 25-тен азайтамыз 22,5-ті, y-тің мәні тең болады 2,5. Олай болса, есептің шартындағы бізге қайықтың, теплоходтың меншікті жылдамдығы 22,5 км сағатқа тең. Ал ағыстың жылдамдығы ол 2,5 км сағатқа тең. Біз сіздермен қарастырдық екі айнымалысы бар теңдеулер жүйесін қосу тәсілімен шешуді. Келесі кездескенше сау болыңдар.